Оқиға Мәскеу қаласындағы лық толы аренада басталады. Мұнда Рокки Бальбоа мен Иван Драгомен аса қатал жекпе-жек түсіп жатыр. Рокки жекпе-жек барысында адам сенгісіз соққыларға төтеп береді. Раунд сайын Драгоның жойқын соққылары Роккидің денесіне ауыр балғадай тиеді. Рокки қатты қиналып бірнеше рет құлап кете жаздайды. Бірақ оның қайсарлығы оған берілуге жол бермейді. Соңында Рокки қарсыласына бірнеше жойқын соққы жасап, кеңес чемпионын толықтай басып түседі. Бірақ жеңістің тойлаудың орнына ол бірдеңенің дұрыс емес екенін сезеді. Денесі қатты қалтырай бастайды. Аяғында тұру қиынға соғады. Әлсіреп дірілдеген Рокки жаттықтырушысы Тони Дюксті шақырып, әйелін әкелуін сұрайды. Эдриан келгенде Роккидің жағдайын көріп қатты қорқады. Рокки қатты қалтырап әрең сөйлейді. Әлсіз әрі қорыққан дауыспен ол ішінде бірдеңе бұзылғандай сезінетін айтады. Өліп қалуы мүмкін екенін де мойындайды. Эдриан қатты уайымдап, оны ауруханаға баруға көндіреді. Бірақ Рокки абдырап, тек үйіне қайтқысы келеді. Көп ұзамай Рокки, Эдриан, Полли және Тони Дюкс ақшқа оралады. Оларды ұлы Роберт қарсы алады, бірақ бірден баспасөз конференциясына апарады. Журналистер Роккидің қалтырауын байқап, денсаулығы жайлы сұрақтар қоя бастайды. Эдриан оның шатасып жүргеніне алаңдап, сұрақтарды Рокки жақсы деп жабуға тырысады. Кенеттен сәнқой бокс промоутері Джордж Вашингтон Дюк конференцияға кіріп келеді. Ол Роккиді барлық америкалықтар мен орыстардың чемпионы деп мақтайды да, оны Токио қаласында өзінің боксшысы Юнен Кэймен жекпе-жекке шақырады. Сегодня в присутствии прессы я хочу попросить тебя, Рокки Бальбоа, быть ярким. Бірақ Эдриан бірден мінберге шығып, Роккидің мансабын аяқтағанын және дәлелдейтін ештеңесі қалмаған мәлімдейді. Бұл сөздер Дюкті ашуландырып, журналистерді таңғалдырады. Сол кеште отбасы өздерінің зәулім үйіне қайтады. Бірақ көп ұзамай ауыр шындық ашылады. Олар банкротқа ұшыраған. Полли байқамай Роккидің есепшісіне толық сенімхат беріп қойған. Есепші олардың барлық ақшасын сәтсіз жылжымайтын мүлікке жұмсап, 6 жыл бойы салық төлемеген. Адвокат олардың жағдайының қиын екенін түсіндіреді. Үйдің өзінде $400 мың ипотека бар. Ал Роккидің бұрынғы қылмыстық байланыстары себепті ірі жарнамалық келісімдер енді ұсынылмайды. Үйді сақтап қалу үшін Рокки Юнион Кэймен жекпе-жекке шығуды ойлайды. Бірақ Эдриан алдымен медициналық тексерістен өтуді талап етеді. Роккидің миы қатты зақымданғаны анықталады. Бұл Иван Драгомен болған жекпе-жектің салдары. Соған қарамастан Рокки қайта рингке шыққысы келеді. Бірақ Эдриан оны тоқтатады. Ол Роккиді ақша үшін емес, өзі үшін жақсы көретінін және ең бастысы, оның тірі әрі аман болуы екенін айтады. Не деньги главное для меня, Рокки, а ты. Только это волнует меня. Ақырында Рокки шындықты қабылдап бокстан ресми түрде кетеді. Отбасы амалсыздан заттарының көбін сатып, бұрынғы ескі аудандағы қарапайым өміріне қайта оралады. Осы уақытта Джордж Дюк Роккидің әлсіз күйін пайдаланып қалғысы келеді. Ол Эдрианға телефон шалып, чемпионың мұндай жағдайда өмір сүруі күнә екенін айтып, жекпе-жек арқылы миллиондаған ақша табуға болатынын ұсынады. Бірақ Эдриан үзілді кесілді бас тартады. Рокки сатылмайды. Ал Роберт жаңа өмірге үйрене алмай қиналады. Бұрын элиталық мектепте оқыған ол, енді әкесінің бұрынғы қарапайым мектебіне барады. Бірінші күні-ақ екі бұзақы оны қымбат былғары күртесін тартып алмақ болып, оған шабуыл жасайды. Кейін Рокки Бальбоа өзінің бұрынғы жаттығу залы джимге барады. Бір кездері атаңызға айналған бұл зал қазір қарауыз қалып, тозып кеткен. Ішінде тұрған кезде Рокки марқұм жаттықтырушысы Миккиді елестетіп, оның бұрын айтқан сөздерін еске алады. А другую отдал какому-то фанату. Осы естеліктер шабыт алған Рокки залды қайта ашып, өзі жаттықтырушы болуға шешім қабылдайды. Рокки мен Полли ғимараттан шыққанда, оларға жас әрі өршіл боксшы Томми Ган келеді. Бірақ олардың әңгімесін тағы да Джордж Вашингтон Дюк бөліп жібереді. Дюк тағы да Роккиді Юнион Кэймен жекпе-жекке шығуға көндіруге тырысады. Үлкен ақша уәде етеді. Тіпті Роккидің медициналық қорытындыларын қолға түсіргенін айтып, басқа елде лицензия алып бәрібір жекпе-жек өткізуге болатынын түсіндіреді. Рокки сәл ойланып қалады, бірақ Эдриан Бальбоа тағы да араласып үзілді кесілді бас тартады. Кейін Рокки залды ресми түрде қайта ашады. Томми келіп, спарригін көрсетуді сұрайды. Жаттығу кезінде ол тым агрессивті болып, қарсыласын бәрі тоқтат дегенше ұра береді. Брейк, я же сказал, брейк!
Брейк, что я сказал? Полли оның күшін үлкен мүмкіндік деп көреді, бірақ Рокки әсерленбейді. Ол Томмиде тәртіп пен техника жетіспейді деп есептеп, оны жаттықтырудан бас тартады. Кейін олар сыртқа шыққанда Томми оларды күтіп тұрады. Ол Роккиден шын жүректен бір ғана мүмкіндік беруін сұрайды. Жүрегі жұмсақ Рокки ақыр келіседі. Тіпті оны кешкі асқа шақырып, жертөледе тұруға орын береді. Роберт бұған қарсы болады, өйткені ол оның бөлмесі еді. Бірақ Рокки оны уақытша Поллимен бірге тұруға көндіреді. Рокки Томмимен көбірек уақыт өткізе бастаған сайын, ұлы Робертті елемей қояды. Бұл баланың көңілін қатты қалдырады. Томмиді жаттықтыру Роккиге өмірдің жаңа мағынасын береді. Оның жетекшілігімен Томми тез дамып, мықты қарсыласқа айналады. Бірақ Роккидің барлық назары Томмиге ауып, Роберт мектепте қиындық көріп жүре береді. Ақырында Роберт өзін қорғауға бел буады. Роберт барлық бұзақыларды жеңіп, өзінің күртесін қайтарып алады. Қуанып ол үйге жүгіріп келіп, әкесіне бәрін айтқысы келеді. Бірақ Рокки Томмимен жаттығып жатқандықтан, оған дұрыс көңіл бөлмейді. Роберт қатты көңілі қалып үнсіз кетіп қалады. Көп ұзамай Томми тағы бір жекпе-жекке жеңіске жетіп, Рокки Бальбоамен байланысын нығайтады. Ал Роберттің қызғанышы одан сайын күшейе түседі. Уақыт өте келе Томми бірінен соң бірі жеңіске жетіп, бақ оны Роккидің жаңа шәкірті деп атай бастайды. Оның жылдам табысты Джордж Вашингтон Дюктің назарын аударады. Осы уақытта Юнион Кейн ауыр салмақтағы чемпион атанады. Рокки сенімді түрде Томмидің бір күні оны да жеңе алатынын айтады. Бірақ Томми бақтың үнемі оның жетістігін Роккимен байланыстыруына наразы болады. Ол өз еңбегі үшін жеке мойындалғысы келеді. Осы мүмкіндікті пайдаланған Джордж Вашингтон Дюк Томмиді өз ықпалына тарта бастайды. Ол оны сәнді кештермен, әдемі әйелдермен және бай өмір уәделерімен қызықтырады. Полли Томмидің мінез құлқы өзгеріп бара жатқанын байқап, Роккиге ескерту жасайды. Әсіресе Томми мереке кезінде үйге келмей қойған кезде бұл анық байқалады. Сол кезде Рокки оған арнайы сыйлық Рокки Марчианоның кулонын бермек болған еді. Дюк оған менеджері болуды ұсынып, атақ пен үлкен жекпе-жектер уәде етеді. Рокки мен ешқандай ресми келісім болмағандықтан Томми оңай келісіп, $20 000 аванс алады. Твои кулаки тебе это принесли. С Рождеством. Счастливого Рождества. Осы арада Роберт әкесіне ашық қарсы шығады. Ол өзін тастап кеткендей сезінетінін айтып, Томмидің ақырында сатқындық жасайтын ескертеді. Ренжіген Роберт үйден шығып кетеді. Рокки ұлының сөздерінен қатты таңғалады. Эдриан оны Роберттің артынан барып, қарым-қатынасты түзетуге көндіреді. Роберт уақыт өте келе көшедегі бұзақы балалармен араласып, түнге дейін жүріп, олардың мінезін қайталай бастайды. Ақыры Рокки оны тауып, шын жүректен кешірім сұрайды. Әке мен бала қайта татуласады. Көп ұзамай Джордж Дюк лимузинмен Роккидің үйіне келеді. Қасында Томми және әдемі әйел болады. Томми сыйлықтар әкеліп, ауыр салмақтағы титул үшін жекпе-жекке шығатынын айтады. Бірақ Дюктың көмекшісі оны асықтырып алып кетеді. Рокки Томмиді тоқтатуға тырысып, Дюктың оны пайдаланып жатқанын түсіндіреді. Егер келісім шартқа отырса, ол толықтай Дюктың бақылауына түсетінін айтады. Бірақ Томми тыңдамайды. Ол мұны өзінің үлкен мүмкіндігі деп санайды. Эдриан Роккиді жұбатуға тырысады, бірақ Рокки ашуға булығады. Ол өзін сәтсіз адам болып қалудан қорқатынын айтады. Эдриан оған Томми үшін жауапты емес екенін, өз отбасына көңіл бөлу керектігін еске салады. Кейін Томми Юнион Кейнді бірінші раундта нокаутпен жеңіп, жаңа чемпион атанады. Бірақ көрермендер оны Роккиге опасыздық жасаған үшін ысқырып қарсы алады. Журналистер де оны нағыз чемпион емес деп сынайды. Өйткені Кейн Роккиді жеңбеген еді. Томми ашуланып, мен чемпион болдым, тағы не істеуім керек дейді. Дюк оған өзін дәлелдеудің жалғыз жолы Роккиді жеңу екенін айтады. Көп ұзамай олар телекамералармен бірге барға барып, Роккиді ашық түрде жекпе-жекке шақырады. Рокки бас тартып Томмиді тоқтатуға тырысады, бірақ Томми оны әлсіз деп қорлайды. Поллиді ұрып құлатқанда Рокки шыдамай кетіп, көшедегі төбелеске шақырады. Алғашында Томми Роккиді қатты соққылап басынды қалады. Бірақ жерге құлаған сәтте Рокки марқұм жаттықтырушысы Меккидің дауысын естиді. Тұр да күрес. Жаңа күш алған Рокки орнына тұрып қайта шабуылға көшеді. Роберттің, Поллидің және көршілердің қолдауымен ол жекпе-жекті өз пайдасына бұрып, Томмиді жеңеді. Полиция келіп, Томмиді алып кетеді. Ал Джордж Дюк Роккиге сотқа берем деп қорқытады. Сол сәтте Рокки оны бір ұрып, көліктің капотына құлатады. Бірнеше айдан кейін Рокки мен Роберт музей арт баспалдақтарына бірге келеді. Рокки ұлына бұрын Мекки сыйлаған Рокки Марчианоның түймелерін береді. Әке мен бала тыныш сәтті бірге өткізіп, ақыры бір-бірімен толық татуласады.